Сенде бар ғой, қызым, қорқыныш көп, үрей көп, сенде деген мынаны бүйтсем бүйтіп қалады-ау, мынаны бүйтсем сөйтіп қалады-ау деген үрей көп сенде. Жаңа бір нәрсені бастаған құрлы, сен деген ойбай мынаны әкеліп сатсам өтпей қалады ғой ертең. Анау да сатып жатыр, ой мынаны бүйтсем бүйтеді. Соны қою керек. Қою керек та, жаңағы тек Алла Тағала маған осыны, значит, маған бастатып жатыр. Значит, Алла Тағала саудада, пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи уассалам айтқан ғой, әрбір үйде бір сауда тұрсын, саудада береке бар деп. Сондықтан сенің сауда жасауың дұрыс ол. Ешқандай қорықпа, Алла Тағала значит маған берді ма, мен мынаны жақсылап күшейтуім керек. Мысалы, тек қана вязание ма, соның деген тек қана бір түрін, бір азғандай простой түрін жасап қоймай, соның деген ешкімде жоқ түрін, қызық түрін, жақсы түрін жасауға шығарып, сол өзіңді көрсетуің керек. Сосын бірден бір заты Инстаграм сала бер, тиктогыңа сала бер, неше түрлі әрбір жұмысыңды сала бер. Кәдімгі ешқандай қысылма, оған әдеміленіп, киініп, күшті болып, ойбай бір здание керек, керемет керек, стол керек, бір студия керек демей, алда кәдімгі күшті қылып тұрып, кәдімгі жасатады, тек әрбір жұмысыңды сала бер. Содан кейін сен қайдан білесің? Мүмкін сені бір жерге, біздің осы центрге балаларды осындайға үйрететін адам керек деп біреу шақыратын шығар.